Бесінші деп таңғалыпты. Біз бұдан Дина Нұрпейісованың қарағайдан қиып, үйеңкіден иіп жасалған киелі қара домбыраның қасиетін арттырғанын көреміз. Күйші басы қара жерге тигенше ұлттық құндылыққа, асыл өнерге адал қалпын сақтап кетті. Оның немересі Балжан Нұрпейісова әжесінің өмірден өтер шағы жайында киелі қара домбыраны бала кезінен жанына серік етіп құдіретті өнеге тұтқаны соншалық көз жұмардың алдында 5-10 минут бұрын төсегінің тұсында іліп тұрған домбырасын алдыртып, мәпелей сипап, аялай қағып, Құрманғазының қайран шешем күйін шекті дейді. Әлсіз саусақтар екінбе келмей жатса да, күйде көкірегінде жаңғыртып жатып дүниеден озды, деп естелік қалдырған. Үлкен жүрек осылайша күй тартып жатып тоқтапты. Домбырасын бауырына басып жатып фәниден бақиға өтіпті. Ғибратты ғұмырдың күй дәуренінің осылай түйінделгенде заңды секілді көрінеді. Құрметті ағайын, біз бүгін елорда күнінің қарсаңында қазақ үшін қадірлі, алаш үшін аяулы Дина Нұрпейісованың ескерткішін салтанатты түрде ашқалы отырмыз. Жобаны іске асырған Нұр-Сұлтан қаласының әкімшілігіне, қолдау көрсеткен Атырау облысының жұртшылығына, мүсінші Бауырхан Жалынға ризашылығымызды білдіреміз. Бұл ұлттық өнерге, асыл мұраға, бабалар үніне, аталар дәстүріне қойылған ескерткіш. Өткенге салауат, болашаққа аманат айта отырып,